Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз логикалық сабағымызда сөзжұмбақ шешіп үйренетін боламыз. Енді сабағымызды бастайық. Бұл сөзжұмбақ қарлығаш деп аталады. Яғни негізгі тірек сөзі қарлығаш. Бұл қарлығаш сөзжұмбақ арқылы құстардың түрлерін білетін боламыз. Қане сөзжұмбағымызды бастайық. Біздің бірінші сұрағымыз үй құсы. 3 әріптен тұрады және ең бірінші әрпі қ әрпінен басталады. Жауабы қаз, дұрыс айтасыңдар. Келесі біздің екінші сұрағымыз құстың баласы қалай аталады? Жауабын тезірек жауап берейік. Жауабы балапан, дұрыс айтасыңдар. Келесі үшінші сұрағымыз туымыздағы құс қалай аталады? Яғни туымызда бейнеленген құс. Жауабы қыран, дұрыс. Келесі төртінші сұрағымыз әлемдегі ең кішкентай құс. Ең бірінші әрпі к әрпінен басталады. Жауабы колибри. Келесі біздің бесінші сұрағымыз сөйлей алатын құс. Жауабы тоты құс. Дұрыс айтасыңдар. Келесі біздің алтыншы сұрағымыз ең ұзақ жасайтын құс. Яғни ең ұзақ өмір сүретін құс қалай аталады? Оны барлығымыз білеміз деген ойдамын. Жауабы қарға, дұрыс айтасыңдар. Келесі жетінші сұрағымыз сұлулық символы немесе махаббат символы деп те аталады. 4 әріптен тұрады. Ең бірінші әрпі а әрпінен басталады. Жауабы аққу, дұрыс айтасыңдар. Келесі біздің ең соңғы сұрағымыз теңіз құсы. Бұл құс теңіздің бетінде ұшып жүреді. Ең бірінші әрпі ш әрпінен басталады. Жауабы шағала, дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар балалар. Барлық сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. Енді қандай құстармен таныс болғанымызды қайталап шығайық. Бірінші қаз, балапан, қыран, колибри, тоты құс, қарға, аққу және ең соңғысы шағала. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта барлығыңа 5 баға қоямын. Келесі кездескенше сау болыңдар.